Сәлем достар, мен бүгін өзім заказға пісіріп жүрген пирогымның бірі творожный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Пирог өте жұмсақ, арасындағы творог мен дәмі ерекшеленіп тұрады, және бұл пирогтың жасалу жолы да өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары май және қаймағымызды саламыз. Қаймақтың проценті маңызды емес, бірақ міндетті түрде салуға кеңес беремін. Одан соң жұмыртқа мен қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біз барлығын араластырып шықтық. Енді ұнымызға разрыхлительді қосып, яғни қопсытқышымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Және массамызға 2-3 бөліктен сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр жасаймыз. Яғни қамырдың қатып кетпеуін қатты қадағалаңыздар. Дайын болған қамырды целлофановый мешокқа немесе пищевая пленкаға орап, 10-15 минут холодильникке сала тұрамыз. Енді творогымызды дайындап аламыз. Ол үшін творогқа қант салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде ешқандай блендердің, жұмыртқаның қажеті жоқ, пирогтың дәмі осынысымен ерекшеленеді. Енді қамырды екіге бөлеміз. Біреуін үлкенірек, екіншісін сәл кішірек қыламыз. Үлкенін формамызға тегістеп, дәл видеодағыдай жайғастырамыз. Содан соң ортасына творогымызды салып, бір келкі етіп, тегістеп жайып шығамыз. Міне біз осылай тегістеп шықтық. Енді қалған кішірек бөлігін оқтаумен жаямыз. Және дайын болған қамырды ұзынша қылып кесеміз. Енді қамырдың ең ұзынынан бастап, дәл видеодағыдай ортасынан бастап жайғастырамыз. Мендегі форманың диаметрі 30-40. Міне осылай жайғастырып, 180 градуста шамамен 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Жайғастырған қамырдың шетін алып тастап отырамыз. Пісіп шыққан пирогтың үстінен сахарная пудра сеуіп әсемдейміз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Міне бізде дәмі ерекше пирог пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алда тағы да рецепттермен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Дастархандарыңыз сәнді, тағамдарыңыз дәмді болсын.